Армысыздар, құрметті көрермендер. Бұл видеода сіздерге әрбір мұсылман орындауға тиісті 30 амалды таныстыратын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Жалпы адам баласы өмірдің рахатын сезініп, көңіл күйі қашанда көтеріңкі болу үшін мына аталған нәрселерді орындауы керек деп жатады. Мысалы, саяхатқа шығу, биік шыңдарды бағындыру, парашютпен секіру, түнді ұйқысыз өткізу, тағы да басқасы. Ал неге Алласы мен ақыретіне иман келтірген жандарға осындай оғаштау қылықтардан бөлек өмірдің қызығы мен кереметін сезіндіретін басқа амалдардан тұратын ескертпе тізім құрып бермеске? Сонымен әр мұсылман жан өз жүрегін қуанышқа кенелтіп, өмір мен иманның ләззатын сезіну үшін өмірінде бір рет болса да орындауға тиіс болған амалдар тізімін түгендеп көрейік. Адамзаттың иман негізін құраған, парыз болған исламның 5 негізінен бастайық. Біріншісі калима айту, екіншісі 5 уақыт намаз оқу, үшіншісі зекет беру, төртіншісі қажылыққа бару, және де бесіншісі Рамазан айында ораза ұстау. Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, былай деген екен: ислам негізі 5 нәрседен тұрады. Алладан өзге тәңірдің жоқтығына және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екеніне куәлік беру, құлшылық қылу, зекет беру, қажылық жасау, Рамазан айында ораза тұту деген екен. Алтыншыдан дұшпанын кешіру. Анас ибн Мәлік, Алла оған разы болсын, мен пайғамбарымыздың өзіне қастық қылған адамын жазалауға асыққанын ешқашан көрген емеспін. Керісінше, ол мейірімді болып, ренжіткенді кешіруді насихаттайтын еді деген екен. Ал 7-ші амал Құранды толықтай оқу. 8-шісі Құран сүрелерін жаттау немесе Құранды толықтай жаттау. 9-шісі жаратушының алдында қорқып жылау. 10-шы бір жанды тек Алла ризашылығы үшін ғана жақсы көру. 11-ші жасырын садақа беру. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, Алла елшісінің, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, мынадай сөзін жеткізеді: қиямет күні Алланың саясынан өзге сая болмайтын кезде, махшарда Алланың сол саясының астына мына аталған 7 кісі паналайды: әділетті басшы, жастайынан Аллаға ғибадат еткен жас жігіт, жүрегі мешітке байланған кісі, Алла үшін бір-бірін жақсы көріп, Алла үшін бас қосып және Алла үшін ажырасқан екеу, көрікті әрі дәулетті әйел, өзіне көңілі ауып шақырған кезде мен Алладан қорқамын деп бас тартқан ер кісі, ол қолы бергенді сол қолы білмейтінді етіп жасырын садақа берген кісі, және оңашада қалған уақытта Алланы зікір етіп көз жасын көл еткен кісі. 12-ші амал мұқтаж жанға көмектесу. Әбу Хурайраның жеткізуі бойынша, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, былай деп айтқан: жесір мен міскіннің жағдайы үшін киіп піскен адам, Алла жолында күрескенмен немесе түні бойы құлшылық етіп, күндіз ораза тұтқанмен тең деген екен. 13-ші амал тосын сый жасау. Хадистердің бірінде айтылған: сыйлық адамдар арасындағы сүйіспеншілікті арттырады. Сондықтан бір-біріне үнемі сыйлық тарту етіп, арадағы өзара сүйіспеншілік пен қарым-қатынастарыңды күшейтуге тырысыңдар деген. Ал 14-ші амал жетімдерге көмектесу. Хадистердің бірінде былай делінген: жетімді қамқорлығына алған адам, мейлі ол оның туысы болсын, мейлі болмасын, жетімдерге көмектескен адам жәннатта менімен жақын болады деген екен. 15-ші амал Рамазанның барлық түндерін, ең болмаса соңғы 10 түнін құлшылықта өткізу. Рамазан құлшылық айы. Басқа ешбір айда адам баласы осы айдағыдай иман рахаты мен Раббысына жақындаудың ләззатын сезіне алмайды. 16-шы амал мешіт құрылысына көмектесу. Хадистердің бірінде былай деп айтылғаны бар екен: қиямет күні жаратушы Алла құлдарына қарап: уа менің көршілерім, тұрыңдар дейді. Сонда адамдар таң қалып сұрайды: уа жаратушы Алла, сенің де көршілерің болады ма? Сонда Алла тағала айтады: иә, олар мешіт салған жандар, олар менің көршілерім. Тағы бір хадисте: мешіт салған кісіге көлемі тіпті пілдің ұясындай болса да, Алла тағала оған жәннаттан үй салып береді деген екен. 17-ші амал мешітке немесе Құранды ұнатып оқитын адамға Құран сыйлау. Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын,
адам қайтыс болған кезінде оның барлық амалдары тоқтайды. Тек мына үшеуінен бөлек үздіксіз сауап жазылатын садақасы немесе ізгі амалы, басқалар қолдана алатын білімі немесе Алладан ол үшін дұға қылатын ізгі ұрпақ. Мешітте Құран қалдырған адамға ол көз жұмғаннан кейін де әлгі Құранын бөгде біреу оқыған сайын сансыз сауаптар жазыла береді екен. 18-ші амал – ренжіскендерді татуластыру. Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, сендерге намаз оқу, ораза тұту немесе садақа беруден де сауаптырақ істі айтайын ба? Ол ренжіскендерді татуластыру. Мұсылмандар арасындағы араздық, өкпе реніш, дін өзегін қырқатын ұстара секілді деген екен. 19-ші амал – өзімен араласпай қалған адаммен сөйлесу. 20-ші амал – өзімен хабарласпай, араласпай, хабар-ошарсыз қалған жанмен қайта тілдесіп, сөйлесу. 21-ші амал – саған көмектесуден бас тартқан жанға жәрдем беру. 22-ші амал – жамандықты жақсылықпен қайтару. Құранда айтылған, жақсылық пен жамандық тең емес. Жамандықты ең көркем түрде жолға сал. Жамандыққа қарсы жақсылық қыл. Сол уақытта сенімен дұшпандық қылған адамның өте жақын досыңдай болып кетеді деген екен. 23-ші амал – өзгенің айыбын немесе кемшілігін жасыру. Хадисте айтылған, діндес бауырының айыбы мен кемшілігін жасырған жанның күнәсін Алла екі дүниеде де жасырады делінген. 24-ші амал – тәубе ету. 25-ші амал – жамағатпен бірге намаз оқу. Жамағатпен оқылған намаздың сауабы жеке оқылған намаздан 27 есе артық болады екен. 26-шы амал – өзге біреу үшін жасырын дұға қылу. 27-ші амал – өзгенің қарызын өтеуге көмектесу. 28-ші амал – жәбірлеушіге ескерту, насихат жасау. 29-ші амал – нәпіл оразасын ұстау, кем дегенде бір күн болса да. 30-шы амал – көршілермен жақсы қарым-қатынаста болу. Сонымен қатар түннің 1/3 бөлігін құлшылықпен өткізу. Осы жоғарыда аталғандардың басым көпшілігін бір реттік амал етпей, мұсылман адамның әдетіне айналдыруға тиіс. Дегенмен, әр әдет алғашқыдан бастау алады емес пе? Осы аталғандардың әрқайсысына амал қылып дағдылансаңыз, бәлкім мына жайтты түсінер едіңіз. Құлшылық дегеніміз тек Алла алдындағы парызымызбен ғана шектелмейді. Ол сонымен қатар рухани ләззат, жанымыздың қуанышы және Алланың қалауымен о дүниеде берілетін жомарт сый. Ал мұны қандай саяхатпен, қандай байлықпен салыстыруға келеді? Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін алғыс білдіремін. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.